Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен дәл кафедегідей көксидің рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен сиыр етін ұзыншалап турап аламыз. Және де үстіне 2 бас чесногымызды салып, 2 ас қасық соевый соусты құямыз. Бетін жауып жарты сағатқа мариновкаға қоямыз. Егер де сіздердің еттеріңіз тұздалмаса, тұз салуды ұмытпаңыздар. Менің етім алдын ала тұздалған ет. Сковородкамызға май құйып, қыздырып аламыз. Жаңағы жарты сағат тұрған мариновкада тұрған етімізді салып жақсылап қуырамыз. Егер де еттен су бөлініп жатса, суы тартылғанша жақсылап қуырыңыздар. Етіміз қуырылып жатқан кезде осындай 2 пиязымызды алып, қиғашынан ұзыншалап тураймыз. Көріп тұрғандарыңызда етіміз жақсылап қуырылды, суы тартылды. Енді үстіне пиязды салып араластырамыз. Пияз да жақсылап қуырылып болғаннан кейін бетін жауып, өте баяу отта 1 сағаттай бұқтырып пісіреміз. Етіміз бұқтырылып жатқан кезде 2 түрлі ыдысқа су құйып, алдын ала қайнатып аламыз. Көксиға бізге омлет жасау керек. Ол үшін осындай 4-5 жұмыртқаны жарып саламыз. Үстіне тұз бен бұрышты салып, жақсылап араластырамыз. Сковородкамызды қыздырып, азғантай ғана май құйып, аз-аздан тура блинчик сияқты пісіріп аламыз.
Қайнап тұрған суымызға тұз салып, көксейдің кеспесін саламыз. Көксейдің кеспесі пісіп болғаннан кейін салқын суға бір сүзіп аламыз. Сонда кеспелеріміздің арасы жабысып қалмайды. Салқын суға сүзіп алғаннан кейін үстіне оливковый масло немесе кәдімгі сұйық майды құйып, араластырып аламыз. Кеспелеріміз бір-біріне жабысып қалмас үшін. Ал енді көксейдің бетіне қиярымызды ұзыншалап, соломка етіп турап аламыз. Қызанақты да дәл солай қияр сияқты ұзыншалап тураймыз. Жұмыртқадан жасалған омлетімізді де дәл кеспені кескендей жұқалап турап шығамыз. Омлетті турағаным видеода көрінбей қалыпты. Алдын ала кешірім сұраймын. Екінші ыдыстағы қайнап тұрған суымызға татымына қарай тұз және 2 немесе 3 ас қасық соевый соусты құямыз. Бұл көксейдің үстінен құйылатын ыстық сорпасы. Егер де сіздер салқын көксей қаласаңыздар, дәл осылай соевый соус пен тұзды салып болғаннан кейін әбден суытып, көксейдің үстінен құйсаңыздар, салқын көксей дайын болады. Осымен көксейіміз дайын болды. Ыдысымызға көксейдің кеспесін саламыз. Үстіне сәбіз салат, қызанақ, помидор және омлетті саламыз. Ортасына піскен етімізді салып, ыстық сорпамызды құямыз. Осымен көксейіміз дайын болды. Дәмі өте керемет болып шығады. Үйде жасап көріңіздер. Сіздермен бірге Тоғжанның асханасы. Егер де менің видеоларым ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, каналға жазылуды ұмытпаймыз. Әсемдік үшін бетіне күнжіт сеуіп қойыңыздар. Сонда керемет болып көрінеді. Дәмі өте керемет болып шықты. Үйде жасап көріңіздер.